Сәлем, достар. Сәлем. Балалар, бүгін біз сендермен құм еліне саяхат жасаймыз. Балалар, құм елінің арнайы ережесі бар екен. Біз жұмыс жасамас бұрын құм елінің арнайы ережесін айтайықшы. Мұнда келісуге болмайды. Құм шашуға болмайды. Пікір айтып жасауға бірақ болады. Құмды ауызға салуға болмайды. Ал балалар, қараңдаршы, алдымызда түрлі түсті құмдар тұр, иә? Хан алақанымызды құмның үстіне қояйықшы, екі алақанымызды шығыз. Құмның үстіне қояғы екі алақанымызды. Енді енімізді шықты, қатты басамыз. Құм ылғал ма, құрғақ па? Ылғалды құм екен, иә? Ал енді балалар, жүдіріп жасайықшы, жүдіріп. Құмның үстіне басайықшы жүдірігімізді. Енімізді шықты. Жүдірікті. Ал енді саусақтарымызбен сәлемдесеміз. Сәлем. Ара бері жүреміз. Сәлем. Кәусар, сен не жасап жатырсың? Жүрек. Тағы не жасадың? Көбелек. Сенің құмыңның түсі қандай? Жасыл. Шыңғыс, сен не жасадың? Жарайсың. Сенің құмның түсі қандай? Жарайсың. Қызғылт сары. Дұрыс айтады. Ерал, сен не жасадың? Қоян. Қоңырауқұлақ. Шырша, иә? Ал мейлі сен жұлдызша жасай қойшы. Жасай қой. Сенің құмның түсі қандай? Көк, жарайсың. Бастаймыз. Әнкі орнымыздан тұрып, көңілді шатқыш еңгені құрып алайықшы, қанки? Адалатты, алтын сәулет таратты, армысың ел ана, армысың күн ана, армысың достарым, сәлеметсіздер ме қонақтар? Сәлеметсіңдер ме балалар, өте жақсы жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Балалар, бүгін мен сендерге бір жұмбақ жасағым келіп тұр. Сендер шешуін тауып көріңдерші. Қанекей мұқият тыңдаңдар мені. Маған да, саған да бәрі қымбат, жақын туыс адамдар. Өз жұртың олар кім? Айтыңдаршы. Отбасы! Жарайсыңдар балалар, әрине ол отбасы екен, иә? Бәрінен де қымбат, ең жақын, ең асыл ол әрине отбасы екен. Бүгінгі біздің балалар оқу қызметіміздің тақырыбы менің отбасым деп аталады. Балалар, қараңдаршы, мінекей отбасы мүшелерімен танысайықшы. Айтыңдаршы. Ата, әже, әке, ана, аға, әке, інім, қарындас. Іні, сіңілі, қарындас, иә? Бұларды бәрін бір сөзбен не деп айтады екенбіз? Отбасы! Ағасы бар, бір ағасы бар, інісі бар, тұңғысы бар. Жарайсың. Айта қой, әйтерейік. Анасы бой өсіреді, ататыры ой өсіреді. Жарайсың. Тағы да кім айтады? Арай айта қой. Ал енді бүгін біз бәріміз өз отбасымыз жайлы кішкене мағлұмат алайықшы. Ол үшін қанекей алдарындағы сымсыз телефон деген телефонды алып байланысқа түсеміз. Бір-бірімізбен сәлемдесіп, хабарласып, отбасы жайлы мағлұмат алыңдар. Ал олай болса бастаңдар. Сәлем. Арай, сенің отбасында қанша жыл бар? Балдырет, сен отбасында қанша жыл бар? Әкем, ана, әже, ата, інім, қарындасым, мамам, әпкем. Жарайсыңдар. Мына маған не істеген назар аударайын, иә? Осы сурет бойынша, кім маған осы сурет бойынша не маған істеген назар береді екен? Келе ғой, Ибрахим, келе қойшы.
айтамыз. Ал Ибрам. Ет бала өсеміз, запораққа зайқалып, табиғатын сүйеміз, тілегімізді түгістіп, билеп боламыз. Жарайсың, Ибрахим. Жарайсыңдар, балалар. Біз бақытты баламыз. Ойнап күліп аламыз. Бұрыламыз оң жаққа, бұрыламыз сол жаққа. Гүл жайнап өсеміз. Жаттығулар жасасақ, жақсы серігіп қаламыз. Фиксики тастарымен әсемдейміз. Қызыл қыласыңдар, қызыл. Бұл сары күнді сары қыласыңдар, я? Алдар сары. Бұлтты көп қыламыз. Бүйтіп жақсы береді. Бұлтсыз бересе, ма? Ота ойындар. Сұш бүйтіп. Жасылды қағаш дейміз. Жасылды есіктеріне, есігін сәндейді, жасылмен. Жасылмен есігін. Жарайсың, аны керемет күніміз шықты, я? Мынау шатырымызды қызыл фиксикимен сәндейміз. Қызыл тастар, я? Еркеназым, сен есікті жасыл түспен сәндей қой. Есігін жасыл түспен сәндей қой. Балалар, сендерге тастар ұнап жатыр ма? Тастар ұнап жатыр ма? Өте керемет үйіміз әдемі болып шығып жатыр, я? Қанеки? Әшекейлеп қоялықшы үйдің. Мінекей. Табалдырығымызды сәндейміз. Балалар, отбасымыз аман болсын. Еліміз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын, деніміз сау болсын, ата-анамыз аман, бала-бақшамыз аман болсын, нанымыз көп болсын. Жарайсыңдар, балалар, айтқандар. Біз бақытты баламыз, тату-тәтті арамыз, таңмен бірге оянып, бақшамызға барамыз, таңмен бірге оянып, бақшамызға барамыз. Бала бақша, тәрбиенің болағы, бала бақша, мейірімнің шуағы, бала бақша. Балалар, қазір біз сендермен лагуния деген ойынның бірге ойнайтын боламыз. Лагуния деп аталады, яғни бұл ойынның аты. Мынау қараңдар, бізге берілген жұмсақ кит. Оны біз киттің мына түсі қандай екен? Мына ретіндегі қара түс екен, я? Осы түсін арқылы біз тастау арқылы түсіне қарай іздейміз. Яғни мынау бізге берілген кілемше. Кілемшенің үстінде 20 теңіз қабыршақтары бар екен. Оның 9-ында, мынандай қараңдар, 9-ында қара түс, 9-ы ақ түс. Ал екеуіне бізге 2 түс балық берілген. Екеуінде балық. Ал осы ойынды біз қазір мынау сендерге 4 тақтайша берілген. Мына қайық дейміз бұны, қайық. Яғни сендер бұлай ұтқан ұпайларыңды, яғни қайыққа жинайсыңдар. Түсініңдер ма? Енді балалар, ары қарай қараңдар, міне мен бастаймын. Ойын ережесі түсініп алыңдар, Ерлан. Бастаймын. Ақ түсті, я? Енді мен ақ түсті мына жерде теңіз қабыршағын іздеймін. Мен қара түсті мен ұттым ба? Ұтқан жоқпын, я? Яғни мен ұтқан жоқпын. Енді ойынды ұтпасам, келесі ойыншы ойынды жалғастырады. Қайсар жалғастыра ғой. Бірінші мынаны тастаймыз. Мынаны тастай ғой. Таста мына жаққа. Ақ түсті, я? Ақ түсті енді іздейміз. Жарайсың, ұтты. Енді мына қайыққа жинаймыз. Енді тағы да тастай ғой, қайтадан. Тастай ғой. Енді қандай өтесі? Қара түс. Енді қара түс іздейміз, я? Тағы тұрамыз. Жарайсың, ұтты. Енді оны тағы да тақтайшаға жинаймыз, я? Ары қарай ойынымыз осылай жалғаса береді. Келесі ойыншыға бере ғой, қайсар? Адина жалғастырады. Қара түс тапты, жарайсың. Ақ түсті, я? Бірақ да тұрамыз бізге. 2 мүмкіндік бердім. Енді егер де ұтпасақ, келесі ойыншымыз жалғастырады. Ерлан жалғастырады. Қара түсті іздейміз, я? Кездеген
Жарайсың. Жарайсың. Тағы да бір мүмкіндік берейік, Ерланға. Ал, тастай қой, Ерлан. Китті тастаймыз. Ақ түс жағы түсті енді. Ақ түсті теңіз қабыршағын іздейміз, Жоқ, қара түсті бізге келесі ойыншыға бере ғой. Айбекке бере ғой. Айбек, қан китті лақтырамыз.